Сәлем достар, сіздермен мен Ләззат ханым. Бүгін сіздерге шетелде жүріп тіл білмесе де еңбегі табандылығының әрі кәсіби қабілетінің арқасында ең танымал сериалға түсіп, шетел көрермендерін тамсандырған жерлесіміз Берік Айтжанов туралы айтатын боламын. Қазақстанның танымал кино және театр актері Берік Айтжанов 1979 жылы 11 наурызда Қызылорда облысында дүниеге келген. Болашақ актердің 3 жасында отбасы Алматы қаласына көшіп келеді. Актер 2004 жылы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының музыкалық факультетін бітіреді. Алғашқы фильмі Мұхтар Әуезовтің жетім әңгімесінің желісінде негізделген түсірілген Қасқыр сағаты. Махамбет фильмімен қатар Ресейдің Шекара хикаясының және Прагада Мұстафа Шоқайдың фильміне түскен. Егор Кончаловтың Нағыз қолбасшы фильміндегі басты рөлді Айтжанов жас кезінде сомдаған. Оның алдында Ахан Сатаевтың Ағайынды телехикаясына түскен болатын. Ал 2011 жылы Берік Айтжанов сомдаған Ликвидатор фильмі жарыққа шықты. Өздеріңізде білетіндей, жақында Османның құрылымы атты түрік телехикаясының 115 бөлімі шықты. Бұл серияда қазақ актері Берік Айтжанов моңғол қолбасшысы Найманның рөлін сомдайды. Актер бір сұхбатында небәрі 6 күннің ішінде толық метражды 2 сағаттық фильмінде түсіргендерін айтқан болатын. Ал түрік көрермендері Берік Айтжановты қалай қабылдады? Келесі түрік көрермендерінен біле аласыздар. Берік Айтжанов Қазақстанның ең мықты актерлерінің бірі, шынымен де керемет ойнап шықты. Бұл не? Ғажап, өте керемет. Сахнада Найманды ғажап сомдап шықты. Қайта-қайта көргің келе береді. Тіл аузым байланып қалды. Найманды ойнаған қазақ актері Оскарға лайық ойын көрсетіпті. Моңғол қолбасшысын ойнаған ойыншыны құттықтаймын. Тамаша ойнапты. Меніңше осыған дейінгі ең ақылды моңғол қолбасшысы Найман шығар. Бұл ойыма қосылатындарыңыз бар ма? Бұл жігіт Оскар алатындай актер екен. Найман сондай ғажап ойыншы. Осы пікірлерден байқағандарыңыздай, достар, түрік көрермендері Берік Айтжановтың актерлік шеберлігіне оң бағасын берген. Берік Айтжановтың сериялары небәрі бір аптаның ішінде 1,5 миллионнан астам қаралым жинап, 1000-нан астам төменге комментарийлер жазған. Көбісі актер жайлы тек жағымды пікірлер қалдырған. Ал түнгі студия бағдарламасына берген сұхбатында актер түсірілім басталардан бір күн бұрын мәтінді алғанын, ол кезде өзінің мүлдем түрікше білмейтінін, алғашқы 5-6 күнде түсірілім алаңында сөзін жаттай алмай, дайындалмай келіп жүргенін, мұның өзінің кәсіби деңгейінің төмен екенін көрсетіп, намысына қатты тигенін айтады. Содан 5 күн бойы күн демей, түн демей, жарты сағат сайын сөздерді жаттаған. Кейін досым мәтінді диктофонға жазып беріп, актер оны оқып, тыңдап, қайталап жүрген. Осылайша Түркияда түсірілімде жүрген алғашқы бір аптасында 5 килограммға арықтап кеткен. Бағдарламада берген сұхбатында 5 келіге арықтадым, не болар екен деп уайымдадым. Солай сөздерді жаттап жүрдім. 6-шы күні үйге достарыма хабарласып, кішкентай бала секілді еркелеп, үйге қайтқым келіп тұр. Неге келдім деп айттым. Алайда адам қиналғанда, қысылғанда бір амалын табады ғой. Досының оқып берген мәтінін мәнерлеп оқып, түсініп, сосын сөздікке жүгініп, үйтіп-бүйтіп аудардым. Барлық мәтінді солай жаттап алдым. 6-шы күні режиссер түсірілім тобымен актерлер бұл қалай 5-6 күнде жаттап машықтанып алған деп маған аң-таң болды. Сөйтіп жаным аман қалды. Бірақ 2 айдан соң ол да керек болмай қалды. Үйреніп алдым дейді актер. Осылайша шет тілін білмесе де, тырысып, қабілетінің, зор еңбегінің, табандылығының арқасында жерлесіміз шет елде жүріп, керемет ойын көрсетіп, өз рөлін ең жоғарғы деңгейде алып шығып, қалың көрерменнің көзайымына, жылы ықыласына бөленді. Актерға алдыңғы жұмысына толағай табыстар тілеп қояйық, достар. Егер сіз де бұл сериалды көрген болсаңыздар, достар, жерлесіміздің рөлін қалай сомдады?
төменгі комментарийге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де жерлесімізге міндетті түрде сәттілік тілеп қойсаңыздар болады. Сіздермен болған Ләззат ханым. Келесі видеода кездескенше.